Кешәрі оқушылар, мына математика Әбілқасымованың 5-ші сынып есептерін шығаруды түсіндіруді, кішкене ұсынайын деп тұрмын осы видеоны. Жақсылап қарап, түсініп алыңыздар, Бірінші есеп 436 есеп. Яғни қараңыздар. 8-ден 5 қосу 6-дан 5 қосу 12-ден 7. Екі бөлшекті қай уақытта қосамыз? Егер бөлімдері тең болатын болса, онда бөлшектерді қосуға болады. Бұл тақырыпты өткенбіз, бірақ үшеулік болған кезде көбілеріңіз шатасып жатсыздар. Қараңыздар, 12, 6, 8-дің ортақ бөлігін табу үшін біз еселік ең үлкен сан бөлімі бойынша бізде 12, 12-нің еселіктерін табайық. Бірінші өзінен басталады. 12, 2-ге көбейтсем 24, 2-ге көбейте алмай жатсаңыздар, келесі санды 12-ге қоссаңыздар болады. 36, тағы 12-ні қосса 48 деп кете береді. Еселік шексіз. Енді іздейік. 12 мына 6-ға бөліне ме? Бөлінеді. Бірақ 12 8-ге бөліне ме? Қалдықсыз. Жоқ, бөлінбейді. Сол себепті біз не істейміз? Келесі сан тексереміз. 24 12-ге бөлінеді. Өйткені еселігі оның. 24 6-ға бөлінеді. Тамаша керек. Яғни 24 8-ге де бөлінеді. Яғни қараңдар. Мұна сан, мұна бөлімдерінің әр қайсына бөлінеді. Яғни ол ортақ бөлім бола алады. Сонда бірінші бөлшекті 24 болу үшін, яғни 24-ті 8-ге бөлем. 8-ге бөлсем 3 деген сан болады. Яғни 3-ті 8-ге көбейтсем 24. 4-ге көбейтем, 2-ге көбейтем. Енді бөлімдерін ортақ қылып жазам. 24-ден мына 2-ін көбейтем 15. Қосу 24-ден 2-ін көбейтем 20. Қосу 24-ден мына 2-ін көбейтем 14. Тең. Енді көріп тұрсыңдар, бөлімдері бірдей. Бөлімдері бірдей болған кезде бізге қосуға болады. Қосуға болады, яғни біз не істейміз? Қосамыз. 24-ден 15-ке 14-ті қосам. 29, оған 20-ны қосам. 49. Бөлімі 24. Осы қалпында қалдырмаймыз. Яғни біз білеміз. Бұрыс бөлшекті, мынау бұрыс бөлшек. Бізде алымы бөлімнен үлкен. Яғни бұл бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшектің ішінде бір аралас санға қалай айналдырамыз? Осыны түсіндіріп кетсілейін, 49-ды 24-ке бөлем. 49-дың ішінде 24 2 рет бар. Яғни 2-ге көбейтем. Көбейтсем 48 болады. Азайтамын, 1 қалдық шығады. Яғни мына 2 деген бүтінді мен мына жаққа жазам. 2 бүтін. Мына 24 деген өзгермейді. Қалдық, міне 1 қалдық төбеге жазылады. Мынау бізде аралас сан дейді. Бұның бүтін бөлігі бар және бөлшек бөлігі бар. Сол себепті бұларды осылай жазамыз. Келесі тағы есеп шығарайын. 5-тен 1 қосу 8-ден 3 азайту 9-дан 2. Енді бұны да дұрыс етеміз. Ең үлкен 9 деген санның еселіктерін іздеймін. Ортақ бөлімге келтіре алмайым деген оқушылар болса, осыны қарасаңыздар болады. 9-дан есептері 9, 18, 9-ға артып жатырмын, 27, көбейту таблицасын білсеңдер, вообще тамаша. 27, 36, 45, одан кейін 54, одан кейін 63 деп кете береді. Енді көрейік, мына жерге үшеуіне де бөлінетін сан керек. Үшеуінің де бөлімдерін бірдей қылайын деп тұрмыз. 18 9-ға бөлінеді, бірақ 8-ге бөлінбейді. 27 9-ға бөлінеді, бірақ 8-ге бөлінбейді. 36 9-ға да бөлінеді. 36 8-ге бірақ бөлінбейді. Көрінер ме? 8-ге бөлінбей қалады. 36 5-ге де бөлінбейді. 45-ті көрейік. 45 5-ге 9-ға бөлінеді, 8-ге бөлінбейді, қалдықсыз. Көрінер ме? 54 9-ға бөлінеді, бірақ 8-ге қалдықсыз бөлінбейді. 63 ол 9-ға бөлінеді, бірақ 8-ге бөлінбейді. Яғни тек араға іздей берем. 63-тен кейін неше еді? 72. Араға кете береді. 72-ні көрейік, 72. Міне, 72 9-ға бөлінеді, бірақ 8-ге де бөлінеді, бірақ 5-ге бөлінбейді. Яғни араға іздей беремін. 72. Одан кейін 81 5-ге уже бөлінбейді. 90 9-ға бөлінеді, бірақ 8-ге бөлінбей қалады.
яғни 99 көреміз. 99-ды бөлінбейді. Одан кейін 9-ды қоссам 118, 8-ге бөлінбейді. Одан кейін 9-ды қоссам 127, одан кейін 136, одан кейін 145. Ал көрейікші, 145. 145 9-ға бөлінеді. 8-ге бөлінбей қалады. 8-ге бөлінбейді, 5-ге бөлінеді. Енді кейбір жағдайда мұндай сандар көп болып кетеді. Сол себепті біз көбейткіштерді жіктей салайық. 9 дегеніміз 3-тің квадраты, 5 дегеніміз 5 көбейтілген 1, 8 дегеніміз 2-нің кубы. Кейде болады сандар жіктеуге келмей қалады, көп сан болып кетеді, соны таба алмай қаламыз. Енді не істейміз? Мен аламда, мына бір-бірінде қайталанбайды ғой. Сол себепті сол санның өзін көбейте салам бір-біріне. 9-ды 5-ке көбейтем және 2-нің 3 дәрежесіне. Яғни 9 көбейтілген 8 көбейтілген 5. 9 жердегі 8-ім 72. 72-ні 5-ке көбейтсем 0, бір ойда, 35, не 36, 360 болады екен. Сонда ортақ бөлім 360 болады. Сондай жағдайларда болады, табуға болатын. Яғни 360 деп аламын. 360 ортақ бөлім 360 болса, значит, бірінші бөлшекті көбейтем. 360-ты бөлемін. 360-ты бөлемін 5-ке. 5-ке бөлсем 7, 35, 1 қалады, 0, сонда 2. 72-ден берем. Одан кейін 360-ты бөлемін 8-ге. 40. 4-тен берем 32, 40 түседі, 5-тен берем. Яғни толықтауыш 45 болады. Сосын 360-ты 9-ға бөлетін болсақ, 40 болады. 40-тан берем. Енді толықтауыш жазамын. Көбейтем, толықтауыштарына. Толықтауышқа көбейтем, 72 өзі қалады. Қосу 360-тан 2-ін көбейтем, 120 и 135. Азайту 360 и мына 2-ін көбейтем, 80. Тең. Сонда 360-тан мына 2-ін қосамын, 135, сонда 7, 0 и 2, 207. Азайту 80. Тең. Енді 2-ін азайтам, 360-тан 127. Енді біз білеміз, 127 10 қысқармай қалады, сол қалпында қалдырасам. Сонда 360-тан 127 шығады. Келесісін көрейік. Үшінші мысал дейді. 4-тен 1 қосу 9-дан 2 азайту 36-дан 5. Қараңыздар, ортақ бөлім 36 деген ең үлкен сан бөлшек бойынша. 36 9-ға бөліне ме? Бөлінеді. 36 4-ке бөліне ме? Бөлінеді. Яғни ортақ бөлім 36 деп алсақ болады ғой? Болады. Яғни қараңыздар, 36 ол 9 болады. 36-ны 9-ға бөлсем 4, яғни 4-ке көбейткен кезде ол 1 болады. Енді толықтауыштарына көбейтем. 9 қосылған 2, 4 жердегі 2, 8, азайту 5. Тең. Енді 36-дан 9-ға 8-ді қосамын, 17, осыдан 2-ні азайтсам 12. Енді 36-ды 12-ді екеуді қысқарады, екеуді 12-ке қысқарады, 12-ке бөлсем 1 болады, 36-ны 12-ке бөлсем 3 болады. Сонда 3-тен 1 деген сан шығады екен. Келесі 4-тен 3 қосу 5-тен 4 қосу 20-дан 1. Не істеймін? Ең үлкен сан 20. 20 4-ке де бөлінеді, 20 5-ке де бөлінеді. Значит, мына санды ортақ бөлім деп алсақ болады. 20-дан толықтауыш 5, толықтауыш 4, толықтауыш 1. Екеуін көбейтем, 15 болады. Қосу 20-дан 4 пен 4-ті көбейтем, 16. Қосу 20-дан 1-ге 1-ді көбейтем, 1. Тең.
Енді бөлімдері бірдей, значит, көбейтуге ортақ болып жазуға болады. 16-ға 36 қосам 31, ой, 15-ке 31, 16 қосам 31, оған 2-ні қосам 32. Егер алымы бөлімінен үлкен болатын болса, бұны бұрыс бөлшек деп атайды. 32-ні 20-ға бөлемін. 32-нің ішінде 20 бір рет қайталанады. 1 бүтін 20-дан 12. Енді екеуі де 4-ке бөл жібереміз. 4-ке бөлінеді. 1 бүтін 5-тен 3 болады. 4-ке бөлдім. Келесі тағы бір амал шығарып жіберейік. Түсінікті болу үшін 4-тен 1 болды. 3-тен 4 болды. 4-тен 3 қосу 12-ден 5. Азайту 9-дан 1 тең. Енді қараңыздар, ортақ бөлім іздейміз. Ең үлкен сан бізде 12 бөлімі, я? 12-дің еселіктерін есімізге түсейік. Еселік 12 тең. Еселіктері 12, келесі 24, 36 деп кете береді. Енді осыны мен байқап тұр, мынау 36 9-ға да бөлінеді, 4-ке де бөлінеді, 36 12-ке де бөлінеді. Яғни толықтауыштарын жазамын. Бөлімінде 36 9-ға бөлсем 4-ке бөлсем 9, мына жерде 3, мына жерде 4. Екеуін көбейтемін 27 қосу 36-тан. Екеуін көбейтемін 15, сосын азайту 36-тан 4. Енді бөлімдері бірдей ғой? Бірдей. 36-дан екеуін қосамын, болады 42. 42-ден азайтамын 4-ті 38. Немесе қараңыздар, 15-тен 4 азайтсам 11, мынаған қосып берем 38. Енді көріп тұрмын, я, мен алымы көп екенін көріп тұрсыздар. 38-дің ішінде 36 неше рет кездеседі? 1 рет кездеседі. Сонда 36-дан 2 қалдық тең. Сонда әлі көріп тұрмын 32, 2 соңғы цифры 2, соңғы цифры 6. Яғни бұл екеуі де не істейді? 2-ге бөлінеді. жұп сан болғаннан кейін 2-ге бөлінеді. 36-ны 2-ге бөлсем 18, 2-ні 2-ге бөлсем ол 1. Яғни 1 бүтін 18-ден 1 деген сан шықты. Енді қараңыздар, тағы бір мынандай жағдай бар екен. 430. Соңғы есебін шығарып тастайын. 15-тен 4 қосу 5-тен 2 қосу 10-нан 7. Енді ең үлкен ортақ бөлім бізде 15 болып тұр. Ортақ бөлім 30 болады, я? Өйткені еселіктері, 15-дің еселіктері 15, одан кейін 30, 45. Яғни мен уже көріп тұрмын, 15 10-ға бөлінбейді, бірақ 30 10-ға бөлінеді, 30 5-ке де бөлінеді. Сонда толықтауыш 2, 6, 3. Бөлімі 30 деп алдым. Сонда 4 пен 2-ні көбейтем 8, қосу 30-дан 6 мен 2-ні көбейтем 12, қосу 30-дан 21 тең. Көріп тұрмын, бөлімдері бірдей, яғни қосуға болады. 30-дан екеуін қосамын 20, оған тағы да 21-ді қосам 41 болады. Мынау да бұрыс бөлшек алымнан алымы үлкен болып тұр. Аралассанға айналдырамын. 41-дің ішінде 31 рет бар. 1 бүтін 30-дан қалдық 11 деген шығады. Сонда 1 бүтін 30-дан 11 деген сан шығады. Шатаспаңыздар. Қосып көбейткен кезде, я, араласқан да, егер аралассам бұрыс бөлшек болса, аралассанға айналдыруды ұмытпаймыз міндетті түрде.